Баршаларыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте күшті осындай әдемі творожный пирог пісіретін боламыз. Мен өзім осы пирогты бірінші рет пісіріп тұрмын. В принципе, маған ұнады, өте күшті болып шығады. Нежный, еще осындай ягодамен бірге вообще әдемі вкус береді, прям осенний вайб береді. Давайте бүгін бірге осыны дайындайық. Ал кеттік. Ең бірінші бізге тестасын жасап алу керек. Тестасы обычный песочный тесто. Бұл жерде ерітілген сары май, қант, разрыхлитель қосамыз. Одан кейін бір жұмыртқаны жарамыз. Енді осының барлығын жақсылап венчикпен осылай кішкене біріктіріп аламыз. Қатты көп араластырып керек емес. Главный осылай жақсылап бір массаға келтіріп алсақ болды. Осындай күшті воздушный болып шығады. Енді үстіне ұн салып, кәдімгі біздің песочный тестамызды жасаймыз. Мен осылай аз-аздан салып отырып, жұмсақ етіп, осылай илегенді жақсы көремін. Мінекей видеода көрсетіп жатырмын. Осылай ұнды аз бөліктермен саламын. Сосын асықпай уже қолмен жақсылап осылай жұмсақ етіп тесто жасап аламыз. Және осыны холодильникке біраз уақытқа қоя тұрамыз. Бірден жасай беруге де болады, бірақ кішкене қоя тұрсаңыздар, тоже күшті болады. Одан кейін бізге начинкасына творог керек. Мына жерде менде магазиннің творогы. Одан кейін үстіне 2 жұмыртқаны жардым. Мен қараңыздар. Одан кейін үстіне қаймақ қосатын болам. Менде осы зенченко дегеннің қаймағы. Осы қаймақты всегда қолданам. Оның үшін менің камерам дірілдеп кетті. Мән бермейміз. Осылай қаймағымызды қосамыз. Описанияға бәрін жазып қоятын болам. Осы қаймақтың маған дәмі прям қатты ұнайды. Магазинский тоже, но сонда да күшті дәм береді. Одан кейін үстіне қантымызды қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап біріктіреміз. Егер сіздерде блендер болатын болса, блендермен езіп, күшті қылып жасасаңыздар болады. Блендер болмаса, вилкамен, венчикпен осылай асықпай езіп біріктіріп аласыздар. Просто блендермен жасасаңыздар, онда сіздерде прям комочек болмайды, кәдімгі сметанник пісіріп жатқандай болады. Вообще идеально болады. По желанию енді. Енді мен бүгін осындай кольцоға қазір формасын жасаймын. Тестамызды шығарып, жақсылап, осылай формасын келтіріп жасап қойдым. Бортиктарын бәрін жасадым. Одан кейін үстіне начинка салып, осылай кішкене замороженный ягоды қостым. Бұл обязательно емес, өздеріңіз білесіздер. Малина, клубника сияқты болса қосып жіберіңіздер. Мінекей осылай бізде 180 градуста 35-40 минутта піседі, духовкаға байланысты. Қараңыздар қандай күшті болып пісті. Иісі прям вообще күшті болып тұр. Осылай пышақпен ақырындап босатып, жақсылап алып аламыз. Бірден оны жұлып алмаңыздар, пирог сынып қалады. Енді суытқаннан кейін мен осылай тарелкаға ауыстырдым. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, ортасы прям өте нежный, жан-жақтары да өте жұмсақ болып шығады. Андай қатты тесто болмайды. Жұмсақ етіп жасағандықтан прям жұмсақ, нежный, бірден езіліп кететін сондай күшті тесто шықты негізі. Қараңыздар, ортасы осындай болып шығады. Прям ягодымен, творог, еще сметана. Вообще әдемі болып шығады. Неге? Дәмін де көрдім, вообще идеально. Прям осенний вайб. Қараңыздар, қандай нежный, прям вилкамен осылай бөлгеннің өзінде прям күшті болып шықты. Сіздер тоже жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Тағы да әртүрлі видеолар салатын боламын.